Қалайсыздар? Бүгін сіздерге бір қызық техника. Бұл техникадан бөлек басқа да техникалар беріледі деді. TikTokқа салынатын техникалар бұлар. Менде білесіздер, 7000 теңгелік техника бар. Ертең, скорее всего, балалар неге ауырған енді басылды. Садикке жіберіп, солар жоқ кезде, тыныш кезде істемейді, әйтпесе балалар келтіреді. Бүгін бір балам бар, бұзық болып тұр. Оны қамап қойып істеп отырмын. Ол енді техникаға істегенде тып-тыныш істеу керек. Мына техникаға прям мынандай идеальный тишина керек емес. Бұл более погружение в свои чувства десеңдер болады, өз сезімдеріңе кіру. Сондықтан бұл жерде уже мынандай былай кететін зат емес, кішкене сезімдеріңе кіріп, арман қиял кеңістігіне кірсек болды. Бұл жерде не істейміз? Бұл жерде бүкіл бірінші бойларыңыздағы негативный, сіздің бойыңызда қандай негативный эмоциялар тудыратын проблемаларыңыз бар. Қарым-қатынас, денсаулық, финансовый, материальный реализацияларыңыз бүкіл жағынан. Что вас беспокоит? Реально проблемаларыңыз еске аласыздар, соны сезінесіздер. Сосын соның бәрі болмағанда жібересіздер. Сосын соның бәрі жоқ, сізде ештеңе жоқ. Оның бәрі болмаса қалай сезінесіз? Солай представлять ету керек. Прям нужно погрузиться в этот момент, да? Сосын өзіңнің бірге болғың келетін адамдарың, болашаққа кіммен бірге болғың келеді, сенің қазіргі жаныңдағы адамдарың, семьяң, соларды елестетіп, дети, там, муж, кого угодно, да. Но сіздің жаныңызда әлі өзінің таңдауымен жоқ адамдарды емес, то есть таңдауымен сіздің жаныңыздағы бар адамдарды. То есть ана жігіт или ана әйелмен жанында болсын деп емес, өзінің таңдауымен сіздің жаныңызда бар адамдар елестетесіз. Сөйтіп болашаққа есік ашып, қарта армандайтын боламыз, Бірінші оның алдында дайындалып аламыз, өздеріңізге кішкене су ішкілеріңіз келсе, су ішіп, туалетке барғыларыңызда туалетке барып, өздеріңіз гармоничный, мынандай сезімде отырғанда істейсіздер. Бұл техникаға айтып тұрмын, мынандай идеальный тишина керек емес бұл жерде. Бұл жерде главное сезімдеріңізге кіре алсаңыз болды. Бірақ әрине, мен де свеча жағып қойдым, бүгін денежный свеча жағып отырмын. Бүкіл проблемаларыңызды прям қопарып, что вас триггерит, кіммен қарым-қатынасыңыз дұрыс емес, денсаулық, ақша, бәрін елестетіңіздер. Жұмыс, андай-мындай, что вас заставляет переживать, все, бәрін еске аламыз. Барлығын еске алып, сосын погружаться. Сосын кіреміз, Бірінші демалып алып, денемізді оятайық, Бұндай медитациялардың алдында кішкене гимнастика істеп жүріп, немесе жуынып, өзіңізге приятный обстановка жасаған дұрыс. Сол кезде тело будет больше расслабляться. Сосын ешкім кедергі келтірмейтіндей жағдай болу керек, То есть алаңда отпауыңыз керексіз, қазір келіп қалама екен деп асығып, уақытыңыз тапшы болмау керек. Уақытыңыз еркін, приятный, ешқайда асықпай, еркін өзіңізге уақыт беретіндей жағдайда отырыңыздар. Ол өте маңызды, әйтпесе ары қаратай күру қиын болады. Ал кеттік, бастадық. Бірінші, бір-екі рет өзіңіз өз ритміңізда былай көтеріп тұрып, ішіңізге өкпеңіздің аяққа дейін, өкпенің түбіне дейін ауа кіргізіп. Сонда көп демаласыздар. Кеуде ашылу керек. Біз өкпенің мынандай ғана бір бөлігімен демаламыз. Негізі бүкіл бөлікпен демалу керек, Енді қараңыздар. Мұрынмен 2 короткий вдох и выдох. Енді вдох, глубокий вдох. Ауызбен тез жібереміз. Кішкене бастарыңыз айналады, бөлтілі күйге түсесіздер, ол күшті. Кішкене мынандай деп мурашки жіберу мүмкін, басыңыз айналу мүмкін, кислород жетпеу мүмкін, ол жақсы. Енді вдох, көп ұзаққа ұстап тұрамыз, şimdi жібереміз, кім сколько может.
бағанағы дыханиядан кейін ұзақ ұстайсыздар. Келесі кішкене короче получится обычно. Так, давайте бір-екі рет істейік, сонымен отырамыз. Бұл дыхание денсаулыққа өте пайдалы. Негізі өзіңіз отырып, бұдан да ұзақтау істесеңіз болады, видеоны ұстап қойып тұрып. Енді обычный вдох, выдох, кішкене глубокий вдох, кішкене задержка, выдох, қайтадан задержка, вдох, задержка, выдох. И выдохта мына омыртқа, бел, мынаның бәрі мышцаларымызды, бетіміз, денеміз, бүкіл мышцаларын босатамыз. Особенно мына жақтыкін сезініңіздер, міне давайте қалаңыздар. Мына әлі сезініңіздер. Босатыңыздар. Мынаның бәрін босатамыз міне. Бойыңызды прям босатыңыздар, беттеріңізді. Көзіңіз, бетіңіз, бүкіл бұлшықеттеріңіз расслаблены. Іштеріңіз сезініңіздер. Бел, омыртқаларыңызды, жамбастарыңызды. Сегіз көзіңіз сезініңіз, бел жақтарды. Енді аяқтарыңызды түгел босатыңыздар. Бұл дыханиедегі, бұл демалыс тәжірибелерінен кейін, техникаларынан кейін денелеріңіз кәдімгідей жұмсарып қалады. Тырысып тұрған бұлшықеттеріңіз жұмсарады. Енді көздеріңіз жұмып, өз ритмдарыңызда вдох, выдох жасаңыз, асықпай, жасылап. Енді еске ала бастаймыз. Сіздің өміріңіздегі бүкіл негативный эмоциялар. Что вызывает у вас негативные эмоции? Не сіздің көңіл күйіңізде онша емес сезімдерді оятады. Сізге неприятный, сізге жағымсыз сезімдерді оятады. Бәрін еске түсіріңіз. Семья, денсаулық, бүкіл жағынан еске түсіріңіз. Финансовые проблемы, работа, здоровье, конфликты какие-нибудь, претензияларыңыз, ожиданияларыңыз, басқа адамдарға деген көзқарастарыңыз, кереғайшылықтарыңыз, басқа адамдармен разногласияларыңыз, бүкіл негативный ситуацияны еске алыңыз. Что вызывает у вас негатив? Не сіздің көңіл күйіңізде қазір жағымсыз әсер етіп тұр, көңіл күйіңізде не көтеріліп тұр. Еске бәрін жиып алыңыз, бүкіл негативіңізді сезініп алыңыз. Что вам не нравится? Нужно обязательно понять, что вам не нравится. Не сізге ұнамайды, міндетті түрде соны түсінуіңіз керексіз. Түсініңіз. Енді осыны біртіндеп сұраңыз, не үшін мен осындай сезімге түсем? Не үшін? Шын түбіне үңіле көріңіз. Егер де түбін сезіне алмасаңыз, жарайды, ештеңе етпейді. Онда просто рахмет айтып босатамыз. Әрбір осы ситуацияға рахмет айтыңыз. Сіздің түсінбесеңіз, түсінсеңіз өте керемет, түсінбесе ештеңе етпейді. Рахмет айтыңыз.
Осы ситуацияны туғызып тұрған адамдарға рахмет айтыңыз. Поблагодарите всех, кто вызывает эти негативные ваши чувства. Тот, кто для вас создал негативные ситуации, сізге осындай жағымсыз мәселелер туғызған адамдар бәріне кешіресіз. Благодарите, алғыс айтыңыз. Барлығын еске алып, алғыс айтып жібереміз. Бұл ситуациялар, бұл жағдайлар сізге өсуіңізге көмектеседі. Вся темнота дает нам рост. Поэтому благодарим всю темноту. Темнота нам показывает там, где нам нужно пересмотреть. Сондықтан бәріне алғыс айтамыз. Қараңғылық, осындай ситуациялар бізге бір өзгертетін жерімізді көрсетіп тұрады. Мына жеріңіз саған кедергі келтіруде. Сенің бақытты болуыңа, өзіңді еркін ұстауыңа осы кедергі, осы жеріңде жұмыс істеді дейді. Сол жерде бізде эго көтеріледі, қорқыныш көтеріледі, иә. Сондықтан қараңғылық біздің досымыз. Оларға рахмет айтасыз. Енді барлығын қол бұлғап шығарып тастаңыз. Барлығы кетті. Бүкіл полеңізді, көзіңізді, ішкі көзіңізді ашасыз. Сыртқы кәдімгі физикалық денеңіздің көзі жабылық, бірақ ішінен открываем глаза изнутри, да. Начинайте смотреть свое подсознание. Өзіңіздің түп санаңызға қарай бастаңыз. Дұрыстап тұрып. Бағанағы ситуацияның бәрін жібересіз. Оны бәрі әртүрлі қылып өзіңізге ойлап тауыңыз мүмкін, әрғалай қылып көруіңіз мүмкін сізге. Сондықтан ештеңе етпейді, әркімде әрғалай. Барлығын босатасыз, ситуацияларды, адамдарды босатыңыз. Рахмет айтыңыз, қол бұлғаңыз. Енді барлығы кеткен кезде кеңістікті сезініңіз. Кеңістікте ешқандай проблема жоқ. Кеңістігіңіз тап-таза, айналаңызда ештеңе жоқ. Соны сезініңіз. Сізде осы мәселелер, осы проблемаларыңыз болмаса, қалай өзіңізді сезінесіз? Как бы вы себя чувствовали, если бы у вас не было всех этих проблем? Как вы себя ощущаете? Өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Ощутите прям этот кайф, когда у вас нету проблем, нету ничего того, что вас ограничивает, обижает, заставляет скрываться. Осы бүкіл қараңғылық сізді қорқытатын, жабатын, сіздің дамуыңыз тоқтайтын, бүкіл байлығыңыз тоқтатып тұрған осындай қорқыныштарыңыз болмаса, қалай сезініп тұрсыз? Қалай әсер етеді сізге осы? Сізге ұнайды ма? Прям жеңілдікті сезініңіз. Сіздің бұл проблемаларды жіберіп тастадыңыз, рахмет айттыңыз, жібердіңіз. Теперь ощутите то чувство, когда вам хорошо. Интересный фактор ашылуы мүмкін бұндай жерде. Қиялыңызға рұқсат беріңіз. Түсініксіз жерін өзіңізден сұрайсыз. Өзіңіздің ішкі күйіңіз сізге жауап беріп тұрады. Ішкі санаңыз жауап береді сізге. Енді жаныңызға өзіңіздің жақындарыңыз, семьяңыз, қымбат адамдарыңыз, соларды елестетіңіз. Енді өзіңіздің жақындарыңызды елестетіңіз. Кіммен болашаққа аяқ басасыз? Представьте себе всех своих родных и близких, любимых людей, дорогих людей, с которыми вы бы хотели оказаться в будущем. Возьмите их за руки. Барлығыңыз қол ұстасыңыздар. Сіз өзіңіз жеңіл сезініп тұрсыз. Жеп-жеңіл, тап-таза, ешқандай проблема жоқ. Бәрін босаттыңыз ғой, ештеңе жоқ. Жеп-жеңілсіз. Енді барлығыңыз үлкен бір есіктен кіресіздер. Бұл есіктің ар жағында сіздің жарқын болашағыңыз тұр. То будущее, та реальность, которую вы хотите. Теперь вы все, взявшись за руки, с легким сердцем идете в будущее, проходите через большие ворота или двери, все вместе проходите и идете в будущее, в ту ветку реальности, в которой вы хотите быть. Өзіңізге жаңа тармаққа кіруге рұқсат беріп кіріңіздер. Болашағыңызға жаңа тармағыңыз өттіңіз. Жоғары жиілікті, бүкіл деструктивный программаларыңыз алып тастаған, таза, жоғары жиілікті мынандай веткаңыз өттіңіз.
кіріңіз ішіне. Барлықтарыңыз сол жердесіздер, өздеріңізді еркін ұстаңыздар. Енді сол жақындарыңызбен қандай керемет өмір сүріп жатқандарыңызды, бүкіл финансы, материальный благоларыңызды елестетіңіздер. Вы берете ту ветку, в которую вы хотите, и заходите. Обрисуйте все так, как вы хотите, какую жизнь вы хотите, что вас должно окружать, что вас должно наполнять, какие благости, деньги, карьера, успех, здоровье, счастье, умиротворение, тишина, что вы хотите, радость, веселье, счастье, богатство, все представляйте. Барлығын өзіңізге елестетіңіз. Денсаулық, қарым-қатынас, карьера, байлық, атақ-даңқ бәрін елестетіңіз. Қуаныштысыз ба, бақыттысыз ба, шаттық па, әлде сіздің деніңіз сау, соған қуанып жатырсыз ба? Сол веткаңызды елестетіңіз. Бұл жерде барлығын ойлап армандауға болады. Бұл жерде сіздің ойламаған қалауларыңыз шығуы мүмкін. Мен, оказывается, другого чего-то хочу деуіңіз мүмкін. Мен, оказывается, басқа зат қалайды екем деп өзіңізге таңғалуыңыз мүмкін. Вы тут можете обнаружить, что вам хочется совсем другого, и это нормально. Кейбір кісілер солай кіруі мүмкін. У некоторых может так случиться, поэтому позвольте себе, расслабьтесь, позвольте себе пофантазировать. Особенно обратите внимание на чувства. Как вы это все ощущаете? Какие ощущения, какие чувства вас переполняют? Это очень важно. Для нас важны чувства, эмоции. Енді сізге не қандай сезім көтеріліп тұр, соны жаттаңыз. Соған мән беріңіз. Бұл жерде ең маңыздысы сезімдер. Өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Сол ең маңызды. Сол сезімді жаттаңыз, прям бойыңызға кіргізіңіз. Запомните эти чувства, эти эмоции. Все строится на эмоциях. Жақсылап сезінсеңіздер, осы сезімді жаттап алыңыз. Запомните эти чувства, эмоции и можете выходить, утвердив за собой это будущее, это состояние. Я принимаю чувство благости, состояние изобилия, состояние здоровья, счастья, умиротворения, тишины, гармонии, любви, счастья, отваги. Что вам нужно? Все проговаривайте внутри. Какие чувства вас переполнили, то и принимайте. Енді осы сезімдерді жаттап алып, мен осы сезімдерді қабылдаймын деп өзіңізге бекітесіз. Махаббат сезімін, бақыт сезімін, шаттық сезімін, байлық, изобилие сезімдеріне осы сезімдерді қабылдаймын. Мен осы сезімдерде өмір сүруге өзіме рұқсат беремін. Я себе даю право жить в этих эмоциях, в этих чувствах, в этом состоянии. Я принимаю все благости мира. Мен әлемнің бүкіл байлығын қабылдаймын. Өзіңізге осылай утверждать етіп, не қабылдағыңыз келеді, бәрін бекітесіз осылай. Сосын көзіңізді ашсаңыз болады. Ал көздеріңізді аштыңыздар. Мен енді сіздерге дұға тілеймін, жаратушым, осы бүкіл жарық әлемі, жарық күштері, осы техниканы көретін, осы техниканы жасайтын адамдардың жолдары ашылып, байлыққа, молшылыққа, бақытқа жолдар ашылсын. Армандар орындалып,
энергиялары көтеріліп, жарқын болашақтарына өтсін. Өзіңнен осыны сұраймыз. Алғысым шексіз, осы адамдардың жолдары ашылсын. Рахмет солай болсын. Рахмет солай болсын. Рахмет солай болсын. Қабылдадым деңіздер. Міне осындай қысқа ғана техника. Бұл сіздерді күйді өзгертетін техника. Сіздерді басқа күйге ауыстыратын. Басқа состояниеға өту үшін не істеймін дейсіздер. Осылай өздеріңізге армандайсыздар. Ақырындап бұны күнде істесеңіздер болады. Зарядка сияқты техника. Күнде осындай күйге түсіп, бүкіл негативті босата саласыздар да, жақсылықта кіргізіп алып үйленесіздер. Бұл зарядка сияқты күнде программирование болса болады. Болмаса программировать етсеңіздер болады. Вы можете себя так программировать каждый день, переходя на другое чувствование мира. Вы начнете ощущать мир по-другому. У вас все вот эти блоки постепенно будут уходить. Если вы будете вот эти техники делать каждый день, у вас постепенно будут уходить все обиды. Все, что вас склеивает, все, что вас заставляет страдать, все те иллюзорные мысли, которые вас путают. Вы от всего этого можете избавиться. Кому-то поможет другая техника, а кому-то именно это. Благодарю вас, сіздерге рахметімді айтамын. Тыңдағандарыңызға, лайктарыңызға, подпискаларыңызға. Тағы да техникалар болады, қыздар. Осыған ұқсас жеңіл техникалар болады. Менің 21 техникамды аламын десеңіздер, осыған ұқсас, бірақ ол кішкене погружениемен жасалатын техникалар, иә. Там уже другие энергии работают, оны да алсаңыз болады. Ал мынау сіздерге тегін қолданыстарыңызға арналған бір оңай техникалардың бірі. Жақсы қолданыңыздар, сіздерге жақсы әсер етсін.